Құрметті достар, Шыңғыс Мұхан лидерлік даму орталығының аясында тағы бір жоба жүзеге асқалы жатыр. YouTube арқылы бестің шайы деген сұхбат жүргізіп отырамыз. Айына бірнеше рет мықты адамдарды шақырамыз, жалықтырмайтынына сенімім мол. Бұл сұхбат тек қана сұхбат емес, бұл сұхбаттардан көп нәрселер үйренесіздер. Өзіңізді қалай дамытуға болады, өзіңіздің армандарыңызды, мақсаттарыңызды қалай жүзеге асыруға болады, немен айналысатыныңызды білмей жүрсеңіз, осы бестің шайын жіберіп алмаңыз. Бүгінгі қонағымыз Ұлан Жармұхамедов. Қош келдіңіз, Ұлан. Қош болдық. Мынау өмірді басқару адамның басты мақсаты. Ал өмір деген не? Өмір деген ол уақыт. Адам уақытын басқара алмаса, өмірінде басқара алмайды. Ханға да, қараға да 24 сағат қана уақыт беріледі. Ешкімге артық, ешкімге кем берілмейді. Жетістікке жеткен адамдардың барлығы өмірін, демек уақытын тиімді басқарып жүрген адамдар. Сондықтан бұл сұхбат өте маңызды болады деп ойлаймыз. Біраз нәрсе түйесіздер, біраз нәрсе үйренесіздер. Ұлан, қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, менің білуімше, сіз осы тайм менеджмент саласында көптеген тәжірибе жинаған мықты тренер, коучсыз. Соңғы үйреткен адамдарыңыз, мәселен, Қазақстандағы мықты IT компаниясы Чоколайфты білмейтін адам жоқ шығар. Ұланды Чоколайф компаниясы өзінің қызметкерлеріне уақытын басқаруды үйретуге шақырған екен. Өзіңіз осы тайм менеджментпен қаншалықты айналысып жүрсіз, қанша уақыт айналысып жүрсіз, қанша шәкірт тәрбиелеп шығардыңыз, қанша тренинг өткіздіңіз, қандай компанияларға осы уақытты дұрыс пайдалануды үйреттіңіз? Алғашқы сұрағымыз. Енді бірінші кезекте сіздерге алғысымды айтамын, өйстіп мархабатпен шақырып отырғандарыңызға. Жалпы мына уақыт мәселесі бойынша мен сонау университетте оқыған кезде, сол кезде бір мұғалімнің айтқан сөзі бар. Уақыт деген ол экономикадағы ең шектеулі ресурс деп. Сол кездегі, жалпы былай айтсам да болады, 4 жыл экономика факультетінде оқығаның нәтижесінде мен жалпы ең былай түсінген нәрсем ол уақытқа дұрыс көзқарасты қалыптастыру. Сол кезде менің басымда осындай сұрақ туындады, яғни қазір 4 жылымды мен бакалавриатқа арнасам, содан кейінгі 2 жылымды магистратураға арнасам, 6 жыл уақытымды жалпы оқуға ғана береді екем. Ал бірақ соның негізінде мен жұмыста жасағым келді. Сол жердегі сұрағым мен қалай жұмысты да, оқуымды да бірге жүргізіп, тиімділігімді жоғалтып алмасқа деген сұрақ туындағаннан кейін мен жалпы тайм менеджмент, жеке тиімділікті арттыру, алға қойған мақсаттарды қалай тезірек лезде орындасам екен деген сұрақпен өзім іздендім, шыны керек. Сондықтан тайм менеджменттің аясында соңғы енді 8-9 жылдардың қарамағында болып қалды. Енді соңғы 3-4 жылда мен тайм менеджментпен кәсіби тұрғыда айналысып жатырмын. Және соңғы уақытта бірер апта бұрын мен өздеріңіз білесіздер, Чоколайф деген өте үлкен IT компаниясы бар Қазақстандағы. Сол Астанадағы компанияның филиалдарының жұмыскерлеріне тайм менеджмент, яғни уақытты қалай дұрыс пайдалану, жеке өнімділікті қалай арттыру, жалпы алға қойған мақсаттарымды қалай лезде орындауыма болады деген, ол мен ойлаймын тек қана жұмыскерлердің ғана емес, жалпы үйде отыратын біздің аналарымыз, әпшелеріміз, кез келген оқушы болсын, студент болсын, оның ойында жүретін мәселе. Сондықтан сол тайм менеджмент бойынша мен оларға бір күндік үлкен тренинг өткізген болатынмын. Енді ол Чоколайфтан бөлек соңғы 3-4 жылда мен президенттік аппарат, управление делами президента, содан кейін президенттік академия Астанадағы, одан бөлек ашық форматтағы тренингтер бар, және жабық форматтағы тренинг бар. Яғни жабық форматтағы дегеніміз ол компанияға келіп, тек қана компанияның жұмыскерлерімен істейсің. Ашық форматтағы дегеніміз ол мысалы сырттан келген адамдар, олар кәсіпкерлер болсын, студенттер болсын, жалпы жұмыскерлер болсын, өздерінің жеке тиімділіктерін арттырғысы келетін адамдар сол ашық тренингке келеді. Енді ашық тренингтердің арасында көптеген кәсіпкерлер болды, мейрамханалар бар кәсіпкерлер болды, білім саласында жүрген кәсіпкерлер болды.
айта кететін жайт, ол компаниялардың арасында Казатомпром деген компания бар, барлығы білетін, Шұбар Көл премиум деген компания бар, Болашақ Атырау деген компаниялардың адамдары келген. Сондағы біздің мақсатымыз ол бір жағынан уақытты қалай тиімді ұтымды басқарамын, екінші жағынан ол мына жұмыс пен өмір арасындағы балансты қалай тапсам болады. Өйткені басты проблемалардың бірі, енді қазір жаһандану заманында адам жұмысқа көп кірісіп кетеді. Тиімділік деген кезде адам тек қана жұмыстың тиімділігі жайында ойлап тұрады, бірақ жеке өмір жайында ұмытып кетеді. Себебі тек қана жұмыскерлеріңмен ғана жұмыс емес, сен туған туысқандарыңмен де жақсы қарым-қатынас орнату үшін оған уақыт керек. Сол уақытты мен осы 24 сағаттың ішінде қалай ұтымды таба аламын? Сол мәселе бойынша біз соңғы 3-4 жылда кәсіби тұрғыда сонымен айналысып келеміз. Одан бөлек енді үлкен мына американдық методика бар, GTD деген, Getting Things Done деп аталады. Яғни ол алға қойған істерімді қалай ұтымды жасап, мақсатыма жетіп, және жеке тиімділігімді арттыру бойынша үлкен методика. Оның авторы Дэвид Аллен деген кісі, ол Time журналы бойынша әлемдегі ең мықты 5 осы productivity дейді, жеке өнімділік, time management бойынша ең мықты әлемдегі 5 тренерлердің бірі болып табылады. Оның орыс тіліндегі «Как привести дела в порядок» деген кітабы бар. Ол жүйелі тайм менеджмент туралы үлкен бестселлер болып табылады. Және мен қазіргі таңда Қазақстандағы жалғыз сол GTD методикасы бойынша ең жалғыз брен тренер болып табыламын. Бәрекелді. Енді екінші сұрақ туындап отыр. Жалпы өмірді басқару, уақытыңды басқару, қалай басқарасын, бұның барлығы өзіңнің жеке өнімділігіңді арттырады. Екінші сұрақ мынадай. Қанша адамды оқыттыңыз осы уақытқа дейін тайм менеджмент бойынша? Менің байқағаным көбінде сіз офлайн оқытасыз, онлайнда курстарыңыз бар, және көбіне орысша оқытып жүрсіз. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ мәселен адамдарға өте қызықты. Ал мен ол білімді алдым. Ол білім, біз енді абстракциялық сөздерге айналып кеттік. Тиімділікті арттыру, өнімділікті арттыру деген былай қарағанда материалдық дүниеде қалай жүзеге асады? Менің айтпағым мәселен, мен 100 000 теңге алып жүрсем, мен осы білімді оқып алсам, тайм менеджментті оқысам, менің демек өнімділігім қаржылық жағынан қаншалықты өседі? Сондай бір әлемде зерттелген зерттеулер бар ма? Болмаса сіздің оқытқан оқушыларыңыз, сіздің курстарды өткен адамдардың жеке өнімділігі артты ма? Артса, ол қаржылық тұрғыдан қаншалықты артты? Рахмет, өте жақсы сұрақ. Енді бірінші сұраққа тоқталатын болсам, 2016 жылдан бастап мен офлайн және онлайн түрінде жеке консультациялар берем, тренингтер өткізем. Соның нәтижесінде соңғы 3-4 жылда мен 1000-нан астам адамды үйретіп шықтым. Оның ішінде тек қана тайм менеджмент қана емес, себебі тайм менеджменттің ішінде мынандай басты сұрақ бар. Жақсы, мен уақытымды ұтымды пайдаланамын, бірақ нәтижесінде не болу керек деген сұрақ. Яғни адамда мақсат болмайтын болса, онда ол тайм менеджментті меңгерсе де, оның түкте пайдасы болмайды. Сондықтан тайм менеджментті үйрету процесі менде үлкен онлайн курстың аясында өткен. Енді оның арасында мысалы орыс тілінде проектия деген болған, яғни мен деген жоба. Әрбірімізден жобамыз ғой, былайша айтқан кезде. Кез келген компания ол үлкен жоба. Сол жобаның ішінде көптеген мақсаттар болады. Сол сияқты адам да жоба. Адамның көптеген әртүрлі сферада мақсаттар болады. Мысалы, денсаулығымды қалай түзеймін, ата-анаммен қарым-қатынасты қалай түзеймін. Әрине қаржы мәселесі, яғни егер мен айына қазір 150 000 тауып жатсам, онда мен 400-500 000-ға қалай шықсам болады және қанша уақыт оған керек деген мәселелер бойынша сол жоба аясында мен үйреткен болатынмын. Одан бөлек осы соңғы 3 жылда мен 9 онлайн программаның авторы атанғам. Оның ішінде ол өз-өзіңді табу бойынша онлайн программа бар, ол жоспарлау бойынша программа бар, жеке тиімділік бойынша программа бар. Жалпы егер тайм менеджментті немесе жалпы адамның өмірін қарастырсақ, ішінде әр нәрсе өте маңызды. Және ол ана үстіртін қарай салатын мәселелер емес. Ол мысалы мақсат деген мәселе, көбіне адамдар мақсаттың техникасына кетіп қалады. Жаңағы қалай дұрыс жазсам екен деген жаңағы үстіне жатқан мәселелермен үстіртін араласады. Бірақ бұл жерде мәселе мақсатты қалай дұрыс қоюда емес, жалпы өз мақсатыңды айқындау да.
ал оның жазбаса түрі сен қалай жазасың, оның маңызы ол екіталай, яғни ол келесі мәселе. Сондықтан бұл жерде мақсат та мәселесі бар, жоспарлау мәселесі де бар, уақыт тиімділігі мәселесі бар. Ішінде жаңағы қазіргі таңда менде қандай проблемалар бар, соның барлығын анализ істеп қорытындыға келетінбіз біз. Және сол 9 онлайн курс істедік. Одан бөлек менде өзімнің 3 офлайн түріндегі авторлық тренингтерім бар. Ол да әрине тайм-менеджментке байланысты. Мысалы, жаңа GTD методикасы дедік. Мен компанияларға және ашық түрде 1 күндік, 2 күндік жеке өнімдік туралы бойынша тренинг өткізем. Одан бөлек энергияны басқару бойынша өзімнің бағдарламам бар. Одан бөлек өз мақсатында айқындау бойынша бөлек программа бар. Одан басқа жаңа коучинг деген қазір мәселесі бар ғой. Ол коучтар дұрыс сұрақ қою арқылы адамның мақсатын айқындауға, жеке өнімділік болсын, қаржы болсын, сол мәселелерін шешуге көмектесетін бірден бір құрал болып табылады. Ол бойынша да менде офлайн және онлайн түрінде үлкен бағдарламам бар. Сондықтан соңғы 3-4 жылда бағдарламалар жасау бойынша және адамдарды сол бағдарлама аясында үйрету бойынша біраз тәжірибем бар. Егер жалпыламай алатын болсақ, офлайн түрінде, онлайн түрінде, жеке түрінде жалпы қанша адамды үйреттім десе, ол бір 1000-1500 көлемінде болып қалады. Яғни жеке-жеке де болсын, индивидуалды, онлайн, офлайн. Енді келесі сұрақ, жаңа сіз айттыңыз, енді жақсы, оның барлығы философиялық тұрғыда болуы мүмкін. Жеке тиімділікті мен қалай оны тексерем? Мысалы, қаржы түрінде ол нақты айтады ғой, цифры никогда не врут, сан ешқашан алдамайды. Егер сенде нәтиже болатын болса, онда сенің айтқан нәрсең дұрыс. Яғни сенде нәтиже бар болса, демек сенікі дұрыс. Сондықтан нәтижелілік жағына келетін болсақ, мысалы жақында менде жақсы бір кейс болды. Кәсіпкер, 1-2-3 мейрамханасы бар. 1-2 мейрамханасы бар және жаңағы әйелі жаңа бизнес ашқысы келді. Жаңа бизнес ол жаңағы балаларға арналған орталық. Енді сол жерде оларда дилемма қалыптасты. Яғни мен қайтсем болады, өйткені ана бизнесті де ашуға қаржы керек, мына бизнесті де өрбіту үшін, жүргізу үшін де ақша керек дегендей. Сонымен олар алдына дедлайн қойды, яғни 3 айдың ішінде біз қандай қаржыға кенелеміз. 6 жыл, 1 жыл, 3 жыл, соны жоспар түрінде жасадық. Оның ішінде енді Excel файлдар бар, қаржылық жағдай бар. Бірақ біз тайм-менеджмент құралдарын енгізу арқылы олар мынандай бір жаңағы нәтижеге келді. Тиімділік жағынан жаңағы орталықты ашу қажет емес деп шешті. Сол жерден олар 3,5-4 миллион теңгесін экономдады. Сол 3,5-4 миллион теңгесін олар қазіргі тұрған бизнесінің жаңағы маркетингіне жұмсады. Маркетингіне жұмсағаннан кейін олардың жеке табыстары 2 есеге ұлғайып кетті. Оның барлығы бар жоғы 2 айдың ішінде болған нәрсе. Сондықтан тиімділік деген нәрсе ол міндетті түрде 2-3 нәрсені бірден жүргізу емес. Тиімділік деген нәрсе ол кәдімгідей маңызы бар нәрселерге назарыңды аудару болып табылады. Ол бір кейс. Осы кейске байланысты, мәселен, демек сол кәсіпке сіз тайм-менеджер ретінде ақыл кеңес бердіңіз, есептеп, өздеріне есептетіп, қалай болады, не болады. 2 есе өсті сіздің ақыл кеңесіңізден кейін. Олардың демек табысы. Ақшалай тұрғыдан қанша бұл жерде сыр бар? Енді ол кәсіпкердің былай орташа кәсіппен айналысатын адамдарда өзі стабильность деген нәрсе жоқ қой. Айына міндетті түрде осынша ақша аламын дегені. Кейде аз болады, кейде көп болады, бірақ орташа деңгеймен алатын болсақ, оның жеке табысы, жалпы жеке табысы 800-900 мың теңгенің көлемінде болды. Біз жұмыс істегеннен кейін 2 айдың ішінде оның жеке табысы 1,5 миллионға өсті. Оның ішінде әрине тек қана уақытты тиімді пайдалану емес, себебі тайм-менеджменттің ішінде ол уақыт бар, ол энергия бар, ол назар бар, одан бөлек мақсат бар, дұрыс жоспарлау бар. Яғни қаржыны да жоспарлау ол тайм-менеджменттің ішіне де кіріп кетуі мүмкін. Ол тек қана қаржылық сауаттылық мәселесі ғана емес. Оның барлығы тайм-менеджмент бойынша үлкен жүйе. Және де біз қазір енді сіздермен бірлесіп онлайн курс жасап жатырмыз ғой. Ол тайм-менеджменттің үлкен жүйесі. Яғни дұрыс мақсат қою, қазір менің уақытым қай жаққа бара жатыр? Өйткені егер біз уақытымызды санай алмасақ, онда біз оны басқара алмаймыз. Біз көрмейтін нәрсені басқара алмаймыз. Сондықтан біріншіден ол менің уақытым қай жаққа бара жатыр? Өйткені статистика бойынша жалпы біз егер 70 жас өмір сүретін болсақ, оның 29 жасы ұйқыға кетеді, оның 19 жылы жұмысқа кетеді, тағы 6 жылы
дәретханамен арлы берлі жұмысқа кетеді, жолға кетеді дегендей. Сонда таза уақытымыз тек қана бір 15-16 жыл ғана екен. Сол 15-16 жылымды мен қалай ұтымды пайдаланамын, сол мәселе болып тұр ғой бұл жерде. Сондықтан сол жүйелік, тайм-менеджмент жүйелік курсында біз соның егжей-тегжейін шығарып, енді жеке өнімділікті арттыру бар да, мақсат та бар, барлығын үйрететін боламыз. Иә, мынау көрмеген нәрсеңді басқара алмайсың деген маған қатты ұнап отыр. Иә, мына біз ауаны көрмейміз. Иә, бұны сезінбейміз де, бұны жұтамыз. Уақытты ауа сияқты. Біз көрмейміз уақытты. Ол сағаттан көреміз, бұл уақыт емес, ол сағат. Иә, сондықтан жаңа екінші кейсіңізді айтып берсеңіз қызықтырып отыр. Екінші кейс бұл жеке кәсіпкер болғысы келетін бір әйел болған. Яғни ол соңғы 7-8 жылда жалпы бухгалтер болып жұмыс істеген. Бірақ мына психологияда және тайм-менеджментте флоу деген нәрсе бар, яғни поток. Ол бір ағым. Оландай жағдайлар болады ғой өзі. Адам кейде бір нәрсемен кәдімгідей азартқа кіріп кетіп айналысқан кезде уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалады. Ұмытасың барлық дүние. Ұмытасың, барлық дүние ұмытылады. Сен бір сағат отырған сияқтысың, сағатыңа қарап қалсаң 7-8 сағат отырып қойыпсың, қарның да тоқ, энергияң да бар, назарың да бір нәрседе, және де әрине өзіңе алдыңа қойған мақсаттардың бәрін орындап қойдың. Сондағы басты проблема ол сол әйелде соңғы 7 жылда бухгалтер болып, адамда жаңағы өзінің жұмысына деген ләззаты жоқ екен. Өзінің жұмысына деген ләззаты жоқ. Оның басты себебі ол түсінді. Менің соңғы 5 жылдағы уақытым босқадан-босқа кетіп жатыр. Яғни уақыттың босқадан-босқа кетуі ол адамның ішкі потенциалының шығынбауы деген мағынаны білдіреді. Және сол флоу концепциясы бойынша, егер сіз уақытыңызды тиімді пайдаланғыңыз келсе, немесе жеке тиімділігіңізді 3 есе арттырғыңыз келсе, онда сіз өзіңізге деген талапты жоғарылатасыз және өзіңіздің қабілетіңізді жоғарылатасыз. Яғни бухгалтердің қабілеті мысалы 10-нан 5 деген деңгейде болатын болса, бірақ оған қойылатын талаптар 2 немесе 3 деген деңгейде болатын болса, бухгалтер жалығып кетеді ол жұмыстан. Себебі олардың жұмыстары көбіне қандай? Қағаз 3-4 жылда бір нәрсені жұмыс істей береді, адам жалығады. Оған қойылатын талаптар жоғарылатпайды. Сондықтан біз жерде түсінгеніміз жеке тиімділігімізді арттыруымыз үшін, сол ағымға кіруіміз үшін біз мүлдем жұмысымызды ауыстыруымыз керек екен. Яғни кейде мынандай нәрсе болады, ол тек қана уақытқа ғана байланысты емес қой. Ол жұмысында уақытты тиімді пайдаланғанның өзінде ол өз мақсатына кетпей жатыр, жетпей жатыр, өйткені ол мақсат оныкі емес. Яғни ол өз бухгалтер бола отырып, ләззат алмайды жұмысынан. Өйткені адамның ең үлкен мотивациясы ол не? Ол әрине бақытқа кенелу. Кез келген нәрсені, мысалы, тіпті біз қазір сізбен сұхбаттасып жатырмыз. Екеуміздің ең үлкен мотивациямыз соңында бақытты болу. Мысалы, мен шыны керек қазір сізбен сөйлесіп, интервьюда отырып, өзімді бақытты сезініп отырмын. Сондықтан ол жаңағы ағым процесі болып табылады. Мен қазір тіпті қанша уақыт болып жатқанын да түсінбей жатырмын. Мысалы, сол кезде біз тек қана тайм-менеджмент қана емес, ішіндегі мақсатты айқындап, жоспарын жазып қойғаннан кейін ол кісі бір аптаның ішінде жаңағы жұмыстан шығам деген шағым жаңағы заявлениясын жазып, бір айдан кейін жаңағы отработкадан кейін жұмысынан шығып өз кәсібін бастады. Өз кәсібін бастады онлайн түрінде. Өйткені біз тайм-менеджменттің ішінде адамның құндылықтары да бар. Сіз енді оны білесіз, мақсатты қою үшін неден басталады? Ол адамның құндылықтарынан басталады. Сөйтсек, ол адамның құндылығы бостандық екен. Яғни ол бір офисте 9-дан 6-ға дейін отыра алмайды. Еркін жүргісі келеді. Және де саяхаттағысы келеді. Сондай үлкен бір ішіндегі мотивация оянды. Содан кейін ол жаңағы онлайнда Instagram арқылы өзінің жобасын қазір бастап жатыр. Сондықтан тайм-менеджмент деген кезде ол тек қана басқа жұмысты ауыстырып бақытты болу мәселесі ғана емес. Сондай-ақ ол қаржы да мәселесі. Енді мен ойлаймын, ол адам бақытты болатын болса, өз ісімен ләззатымен айналысатын болса, онда қаржысы 2-3 есе келеді міндетті түрде. Сондықтан бұл үлкен осындай комплексті жүйелі мәселе. Бәрекелді. Мынандай мен бір стори айтып берейін өзімнің өмірімнен. 2000 жылы осы Алматыға оқуға келдім. Ол кезде ауылдан келген адам Алматының қаланың тіршілігі бөлек деген сияқты. Ауылдан келген балдарды алыстан көруге болады ғой, жаңағы жүріс тұрысы, жинақ емес қалай болса солай. Бірінші курста екен, екінші курста екен. Ол кезде мынандай портмонелер болатын. Ішіне бір азғантай бір нәрсе салсаң, томпайып тұрады, қалтаңа салып тұрсаң, алыстан көрініп тұрады, сен қалтаңда портмоне бар екен. Қазіргідей карточкалер де жоқ, екі адам бірінде карточка, телефон. Сөйтіп бір күн жоғалтып алдым сол портмонемді. Келе жатқанда қарасам, жоқ, ұрлап кетті ме білмеймін ғой енді.
аңғал ауылдан келген бала. Сөйтіп жоғалтып алдым. Ішінде көп те ақша жоқ. Бір 2-3 мың теңге бар. Бірақ ол кезде 2-3 мың теңге бір стипендия. Ол кезде енді стипендия алмаймыз, ақылы бөлімде оқимыз. Сондықтан ол ақшаның өте маңызы зор. Мен сол портмонемді жоғалтып алған. Сол жатақханаға бардым, портмонем жоқ. Енді мен оқудың арасы бір жарты сағат автобусқа мінем. Қайтадан сол жолдың бәрін жүріп өттім. Тағы бір 2 сағат уақытым кетті. Портмонемді таба алмадым. Сол портмонемді жоғалған қалтасындағы 2-3 мың теңге ақша менің әлі ойымда сақталып қалыпты да. Ал адамдар күнделікті қанша уақытын жоғалтып жатқанын сезбейді, білмейді, ұғынбайды, түсінбейді. Сондықтан жаңа 5 жыл уақытыңызды артқа қарасаңыз, пәленбай уақытты өтіп кеткен, бір қарасаңыз 20-дасыз, тағы бір қарасаңыз 30-дасыз, тағы бір қарасаңыз 35-тесіз. Шынында да бұл өмірдің мәні деген бар. Бұл өмірде не істедім? Дым істемеген сияқты, ешқандай ізін қалмаған сияқты артқа қарасаң. Міне, уақытты адамдар бағаламайды. Ақшаны көбірек бағалайды. Ал ақша деген ресурсты азайтуға болады, көбейтуге болады. Ол өзіңізге байланысты, уақытыңызды қалай пайдаланасыз, соған байланысты. Ал адамның уақытын ұзарта алмайсыз, кешегі өткен уақытты қайтып алып келе алмайсыз қазірге. Ал ертеңгі уақыттан қарыз сұрап ала алмайсыз. Міне қазіргі дәл қазірің бар, сен қазіргі уақытың бар, дәл қазір не істейсің? Осыдан келіп туатын сұрақ, адамдар неге уақытын бағаламайды? Енді біріншіден мен ойлаймын, бізде уақытқа деген көзқарас әрине өте бұрыс, дұрыс емес. Біз көбіне уақыт бар ғой деп есептейміз. Уақыт көп деп есептейміз. Және де бізді кішкентай кезімізден де ата-аналарымыз айтатын, әлі қайда, уақытың бар әлі алда деп. Сөйтіп 5-6 жылымыз өтіп кетеді. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, уақытты бағаламаймыз, себебі ол тегін беріліп жатыр бізге. Тегін берілген нәрсенің ешқандай қадірі болмайды. Мысалы, денсаулықтың қадірін ауырғанда білесің дейді. Сол сияқты қартайғанда сол кезде жастықтың қадірін білесің. Сондықтан қадірін білу үшін, оны бағалау үшін уақыттың тікелей неге байланысты, яғни әсер ететінін түсіну керек. Өйткені мысалы адам ойлайды, мен 8 сағат жұмыс істесем, 10 мың теңгені алам. Яғни 8 сағат пен 10 мың теңгесінің арасында ол тікелей байланысты көріп тұр. Бірақ егер жай философиялық тұрғыда қарастыратын болса, өмір, уақыт, өзен деп қарастырса, сол уақытты адам ақшаға және жеке тиімділікке, мақсатқа көбінесе бір-бірімен тіркестіре алмайды. Яғни мысалға, кейбір адамдар болады, жетістікке жеткен адамдар, 2-3 жылдың ішінде карьерасын жасап тастайды. 2-3 жылдың ішінде бала шағасын жасап, құрып, үлкен бір жетістікке жетеді. Екінші адам тура сондай жетістікке 10 жылда жетеді. Сондағы адам неге бағаламайды? Өйткені ол сол екеуінің арасындағы байланысты көрмей тұр. Яғни ол 2 жылда не істеді? Соншалықты қалай ол уақытын қолданды, сондай бақытқа немесе ұтысқа жетістікке жететіндей. Және мен неге 10 жыл бойы сол нәрсені жасап жатырмын, бірақ мен ешқандай жетістікке жетіспей жатырмын дегендей. Егер адамда ағылшындарда critical thinking дейді ғой, критическое мышление, яғни кез келген нәрсеге былай толыққанды анализ ретінде қарап, уақыттың қаншалықты тікелей ақшаға байланысты екенін байланыстырып көрсек, онда уақытқа деген көзқарасымыз ауыса бастайды. Ол екінші мәселе. Үшінші мәселе, ол әрине жаңа айтып өткендей, біз егер өз-өзімізге есеп бермесек, мысалы ауруға барған кезде ауруын жасырған ауырғанын жасырған ауру өледі деуші ме еді? Ауруын жасырған арам өледі. Арам өледі, иә, дұрыс айтасыз, арам өледі. Жалпы біз ауруханаға барған кезде бізге терапевт не істейді? Басымыз ауырса, ішіміз ауырса, МРТ-ден өткізеді де рентгеновский снимок жасайды. Рентгеннен біз жалпы өзіміздің диагнозымызды көреміз. Адам өзінің диагнозын өз-өз қарай алмайды. Бірақ кейін оған дәрігер келіп, міне мынандай ауруыңыз бар десе, адам деген, ойбай, мынандай масқара екен ғой, емделу керек екен дейді. Сол сияқты уақытқа да байланысты. Егер адам қазіргі таңда менің уақытым қай жерге кетіп баратыр, ол жайында мысалы көптеген қосымшалар бар, жалпы телефондарға, кесте түрінде мысалы. Егер адам соны көретін болса, қаншалықты оның уақыты бос нәрсеге кетіп баратқан, сол кезде адам оны бағалай бастайды. Себебі оның уақыты кетіп жатыр. Мынандай бір жақсы тапсырма бар, былай елестетіп көрсеңіз, 7 үлкен бір суммаист елестетіп көріңіз, жапондық суммаисттер, үлкен 7 осылай тұр. Әрбіреуі ол әр күннің, бір жұманың күні, яғни дүйсенбі, бейсенбі, жексенбі, тағысын тағы. Және де әрбір күні 10 жыл мысалға.
иә. Енді көрермендердің арасында кейбіреулері 30 жаста болуы мүмкін, 40 жаста болуы мүмкін, 20 жаста болуы мүмкін. Сөйтіп санап көріңіз қазір. Мысалы, мен қазір 29-дамын. Демек, менде қазір дүйсенбі, бейсенбі, сәрсенбі. Иә? Мен қазір уақытым сонда сәрсенбінің кеші болып тұр менде. Мен 40-қа жол таяп жатырмын. Яғни менде бір аптаның ішінде 3 күнім өтіп кетті. Ал мен сенбі және жексенбіде не істеймін? Әрине мен демаламын. Яғни 67 келген кезде адам пенсияға шығады да демалады. Сонда менде қанша күнім қалды? Менде 1-2 күнім ғана қалды былай өмір деңгейінде. Өйткені адам былай жалпылама қараса уақыт көп сияқты. Бірақ осындай жаңағы салыстырмалы түрде осындай жаттығуды жасап, өзі ана сумаистер дәу ғой енді. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл мен сонда қай күндемін? Біреулер мысалы жұма күні болып қалуы мүмкін. Жұма түстен кейін сағат 3 болуы мүмкін. Ертең сенбі. Уақыт аз. Және сол уақыт аздығын түсінген кезде адам бағалай бастайды оны. Өйткені аз нәрсе бағаланады, көп нәрсе бағаланбайды. Сол сияқты бұл жерде. Тағы бір уақытты бағалауға байланысты бар, тағы бір техника бар. Мәселен, былай айтады да, әр күніңді соңғы күнің сияқты өмір сүрсең, сенің өнімділігің артады, қуат пайда болады. Былай қарағанда, әр минутыңды, әр секундыңды санамалап, оның бағасын білесің дейді. Сіз қандай техникаларды ұсынасыз уақытын адамдарды бағалау үшін? Жаңағы әдемі мысал. 7 суммамен күресетін адамдар әдемі мысал. Басқа адамның уақытын бағалау үшін басқа қандай техникалар бар? Енді бұл жерде техникалар енді ауысып тұрады ғой. Бұл жерде мен принциптерді де бөлгісім келеді. Өйткені принциптер олар ауыспайды. Ешқашанда бірінші принциптерінің бірі ол күніңді жоспарлау, әрине. Мен мысалы жеке басым кешке отырып, кем деген кезде 15-20 минутымды ертең неге уақытымды арнайтындығымды шеше бастаймын. Мынандай нәрсе бар. Жоспарлауға кеткен 10% уақытың сол жоспарланған нәрсеңді орындауда 90% уақытыңды үнемдейді. Яғни ол сіз жоспарлауға 10% уақытыңызды ғана бөліңізші. Егер 10 минут уақытыңызды бөлсеңіз, онда сіз үлкен мақсат болсын, кішігірім мақсат болсын, ол мақсатқа сіз 90%-ға тезірек жетесіз. Яғни жеке өнімділігіңіз де артады және уақытты да ұтымды пайдаланасыз. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, сіз кешке жоспарлаған кезде, мына таңертең, мысалы, мынаны елестетейікші, сіз спорт залға барған кезде, сізді жаңағы лезде дорожкаға тұрып немесе жаңағы жаттығуларды бірден істемейсіз ғой, сіз денеңізді қыздырасыз. Денеңіз қызған кезде сіздің қаныңыз айналады. Қаныңыз айналған кезде кислород келеді, содан кейін сіз кез келген жаңағы жаттығуда травмасыз жұмыс істейсіз. Нәтижесінде бір нәтиже шығады, яғни бұлшықеттеріңіз шығады дегендей. Сол сияқты біз егер күнімізге бастамас бұрын таңертең осындай кішігірім дайындықпен келсек, дайындалған адам әжептәуір жаңағы алдына қойған мақсатын 3 есе тез орындайды. Кез келген дайындықтан өткен адам, мысалы, олимпиадаға дайындалған кезде спортшылар 4 жылда декомпозиция жасайды. Және 4 жыл деген өте үлкен уақыт сияқты, ол өз-өзіне есеп береді. Яғни 4 жылда мен, мысалы, Илья Ильин болса, 250 килограммды көтеруім келсе, мен 3 жылда қанша көтеруім керек, 2 жылда қанша көтеруім керек, 1 жылда қанша көтеруім керек, сосын жарты жыл, 1 ай, бүгін мен не істеуім керек 4 жылдан кейін ол болу үшін. Яғни сіз мақсатыңыз бен жоспарыңызды тікелей өстіп байланыстырсаңыз, онда сізде оған қалай жетем, мақсатыма қалай жетем деген сұрақ туындамайды. Себебі сізде дәл қазір не істеуім керек деген сұраққа жауап бар. Жауап бар жерде шешім де бар. Ана айтады ғой, егер жаңағы сенде неге деген сұраққа жауап бар болатын болса, онда қалай деген сұраққа жауап міндетті түрде табылады. Яғни не үшін ол мақсатқа жеткім келеді, содан кейін ол мақсатқа жетуім үшін мен дәл қазір бүгін, ол 10 жылдан кейін болуы мүмкін, бірақ дәл қазір бүгін не істеуім қажет. Сол сұрақты егер адам күнде өзіне 2-3 рет қоятын болса, онда жеке тиімділігі де артады, қаржы жағынан да жақсы болады, жеке баланста болады өмірінде, жалпы бақытқа кенеледі деп ойлаймын. Бәрекелді. Мен осы бүкіл халық, бүкіл әлем, оның ішінде Қазақстан, мынау немістердің пунктуалдығына, демек уақытпен жүруіне қайран қалады. Мәселен, мен де Германияға бірнеше рет болдым, Германияда. Егер пойыз сағат 9-да келу керек болса, ол 9-да келеді. Бір адаммен кездесу ұйымдастырсаңыз, ол 10-да келу керек болса, ол 10-да келеді. Сіз келмей қалу деген болмайды. Мәселен, бізде жұмыста бір адам айталық
осы жұмысқа қатысы бар адамдар бір уақытты белгілесек, біз ойша ойлап келе жатамыз да. Сол адам ертерек келсе болар еді, вообще келсе болар еді, я кешікпесе болар еді. Көрдіңіз ба? Былай қарағанда 4-5 адам бір жұмысты істесе, бір адам кешікетін болса, анау 4-5 адамның уақытын ұрлайды. Демек, уақыт ұрлау деген ақша ұрлағаннан да ауыр күнә деп мен өзім ойлаймын. Онымен бөлек, тойға барсақ, мәселен, 7-те деп шақырады, жұрттар 9-да келуі мүмкін, 6-да деп шақырса 8-де. Көрдіңіз ба? Сол кешік, ол не үшін олай кеш басталады? Себебі кешік келеді адамдар ол тойға. Демек, бір адам пәленбай тойға шақырылған адамдардың уақытын ұрлайды. Біз қазақтар, міне, қазір уақыт ұрлаудың шебері болып алдық. Сол әрқайсымыз бір-біріміздің уақытымызды ұрлаймыз, түптеп келгенде жеке тиімділігіміз төмендейді, Қазақстанның экономикалық дамуына да үлкен әсер етеді. Бұл адамның уақытын бағаламау, оны дұрыс жоспарламау, оны дұрыс жаратпау тек өзіне ғана емес, жалпы Қазақстанның да ел болып қалыптасуына, мемлекет болып қалыптасуына және өсіп өркендеуіне үлкен әсер етеді. Не үшін Германияны еске түсіріп отырмын? Себебі мен осы қызықтым. Осы мәселе неге немістер сондай пунктуалды уақытпен жүреді? Олар үшін уақыт деген басты критерий, басты құндылық. Сөйтсем былай екен, оларда енді былай немістерде сол өлшеммен қолдарына уақытын, сағатын алып туған жоқ қой анадан. Барлығы бірдей туды. Сосын сөйтсем былай екен, индустриялық заманда 17-18 ғасырларда басталған кезде, енді батыс Европасында басталған құбылыс қой индустриялық революция. Зауыттар ашылған, адамдар зауыттарда жұмыс жасай бастаған. Зауыт үшін не? Зауыт үшін сағат 9-да келіп, 6-ға дейін жұмыс болса, 6-ға дейін жұмыс жасау. Басында адамдар үйреніс алмаған екен. Сондай уақытпен келуге, дер кезінде бастауға бүкіл жұмысты. Содан не істейді? Сосын сағат, ол кезде сағат дегенде тапшы болған болу керек. Зауыттардың кіреберістерін үлкен сағат іліп қойған. Ол сағат міне бүйтіп тұрған. Тік-тік-тік етіп. Адамдар солай үйренген. Мәселен 9 бола ма, есік жабылып қалады. Сен зауытқа кіре алмайсың. Сен бүгін ақшаңды ала алмайсың ол жерден. Айлықтан қағылдың. Көрдіңіз ба? Мынау тәртіпке үйреткен. Индустриялық даму тәртіпке үйреткен. Индустрия деген не? Индустрия деген уақытпен жүретін нәрсе. Индустрия деген бір адамның күшімен шығарылмайтын тауар, мәселен. Сондықтан ол бір тауарды шығару үшін пәленбай адам бірге жұмыс жасауға тура келеді. Герольд Бельгер деген ағамыз болды, мықты жазушы, аудармашы. Сол кісі өзі неміс, бірақ кезінде мынау Волганың бойынан, Еділдің бойынан көшкен, ауылда өскен, сөйтіп қазақшаға судай, немісшесі бар, енді орысша да кәдімгі өзінің ана тілі сияқты. Енді біздің ақын жазушылармен, қазақ интеллигенциялармен жақсы араласқан ғой. Бізде тойға, мәселен, біреу үйіңе шақырсаң да, 3-4 адам үйіңе шақырсаң да кешігіп келеді. Ол кісі 6-ға шақырды ма, 6-тан есікті құлттап қояды екен де, кім қақса да кіргізбейді екен. Сосын үлкен кісілер айтады, Герағаны шақырған кезде бәрі уақытында барады екен. Неге? Себебі уақытында келмесе, ол есікке кіре алмай қалады. Ал біздің қоғамды алып қарайық. Бізде енді индустриялық жаңағы қоғам классикалық түрде қалыптасқан жоқ та. Біз кеңес өкіметі кезінде, мәселен, үлкен зауыттарда, фабрикаларда көбінесе енді қазақтар істемеді десек те болады. Көбіне біздің ауыл шаруашылығы қазақтардың стихиясы, қазақтардың айналысатын дүниесі болды. Ал ауыл шаруашылығында не? Ауыл шаруашылығында бір адам мал бағады, ол өзіңе байланысты. Ол малды қалай айдайсың, өзіңе байланысты, өзің шешесің. Сондықтан мынау әртүрлі бүкіл адамзат өзі 3 этаптан өтті ғой. Альвиннің кітабында жазады. 3 аграрлық революция, индустриялық революция, қазір ақпараттық революция деп. Енді бүкіл адамзат сол 3 формациядан, қоғамдық формациядан өтті. Кейде ойлаймын да, біздің уақытпен санаспауымыз сол
аграрлық информацияның сана сезімінің әсері ме екен? Біз әлі мынау индустриялық бағдарламаларын жасап жатырмыз. Бірақ жасап жатқанмен қазір енді ақпараттық технологиялар дамып жатыр. Бірақ біздің сана сезіміміз, мына уақытты басқару, уақытты үнемді пайдалану, тіпті уақытты үнемді пайдалану, уақытты басқарудың ішінде уақытында келудің өзі мәселен үлкен бізге үшін үлкен сынақ болып тұр. Осы тұрғыдан алғанда адамдардың уақыттың неге маңызын білмейді дегенге мен осылай көремін. Демек біздің мынау сана сезіміміз әлі аграрлық қоғамның айналасында жүрген сияқты. Сіз тамаша айттыңыз. Бұл жерде бір кішігірім қосып кететінім, жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, біздің қазақ халқында менталитетте жаңағы кешігу әбден қалыптасқан. Бұл неге байланысты деген сұраққа тағы бір-екі өз ұсынысымды айтатын болсам, жалпы McKinsey деген үлкен бір компания бар, әлемдік деңгейдегі компания. Солардың ішінаралық өзінің заңы бар екен, жазылмаған заң дейді ғой. Сол заң бойынша олар айтады, 1 минутқа кешіккеннен гөрі 10 минутқа ертерек кел дейді. Сондай заң бар. Біріншіден. Екінші мәселе, ол былай қарастырайықшы, егер сізді, мысалы, біздің көрерменнің біреуін сағат дәл 9:00-де президентіміз шақыратын болса, ол сол кездесуге кешіге ме? Егер ол сол президентпен сағат 9:00-де кездесу керек, 9:01-де келіп қалса, бітті, есік жабылып қалады, яғни қағылып қалады бір нәрсе мүмкіндігінен. Сондай сұрақ, сондай ситуация туындаса, ол келе ме 9:00-де? Әрине келеді. Бұл жерде екі мәселе бар. Бірінші мәселе ол сыйластық мәселесі. Егер сен бір адамды сыйласаң, онда сен оның уақытында сыйлайсың. Ол адамды сыйламасаң, сен уақытында сыйламайсың. Яғни сен ұрлай бересің ол уақытын. Бұл біріншісі. Екінші мәселе, егер психологиялық тұрдан, жаңа бизнес дегенде айтады ғой, бизнес 20% ол технология болатын болса, 80% ол психология. Сол сияқты тайм-менеджмент, яғни уақыт мәселесі де, бұл енді 80% деп айтпай-ақ қояйын, себебі ішінде кәдімгідей технология жатыр, иә? 50% мысалы психологияға байланысты. Яғни егер сен сағат, мысалы, егер далаға шығып, Англияда айтпақшы мынандай нәрсе бар екен. Егер сен тіс емдеуге алдын ала жазылсаң, мысалы, сағат 2-ге, сөйтіп келмей қалсаң, ол сені екінші рет қабылдамайды. Тіпті сен ақылы түрде берсең де, өйткені олар саған қоңырау шалып, имейлмен хат жазады екен. Мысалы, құрметті осындай кісі, өкінішке орай сіз бізге осындай көзқараспен жаңағы әрекет істедіңіз. Ол демек сіз, мысалы, басқа адамдар бар, тістері ауырып жатқан, сізден де ауырып, жаңағы тісі қақсап жатқан адамдар да бар. Сіз келмегеніңіз, демек сіз өзіңізге де, басқаларға да жауапкершілікпен қарамағаныңыз. Яғни былайша айтқан кезде бет албат қарадың. Сондықтан біз сіз сияқты адамды қабылдағымыз келмейді деп жазады екен. Сондықтан адам ол кезде түсінеді, онда мен негізі өте жауапкершілігі төмен адам екенмін. Яғни бұл әлемде тек қана мен ғана жалғыз емеспін. Бұл уақыт аралығында басқа адамдар да бар. Сол басқа адамдар болғандықтан менің солардың уақытын ұрлауға, солардың мүмкіндіктерін, өйткені уақыттың ішінде олардың мақсаттары жатыр ғой. Демек мен олардың мақсаттарын орындауына кедергісін жасап отырмын. Кедергі жасап отырсам, демек менің мақсаттарымды неге орындалу керек? Сол сияқты уақыт деген өте маңызды мәселе. Уақытты ұтымды пайдаланудан көрі уақытқа көзқарасты өзгерту. Уақытқа көзқарасты өзгертуден бұрын адамдарға көзқарасыңды өзгертетін болсаң, біздің қазақ қоғамында тойға да мысалы жиналған кезде, тойларға баратын арасында да ертерек келетін адамдар да бар. Мысалы, мен кез келген кездесуге кем деген кезде бір 5-10 минут бұрын келуге тырысамын. Себебі көбінесе адам енді келе салысымен алба-жұлба әрі жаңағы әжетханаға баруың керек, дұрысталуың керек деген сияқты. Егер сен 10 минутқа бұрын келсең, сен әжетханаға да үлгересің, асықпай телефоныңда қарайсың, біреу жазды ма, звондады ма дегендей. Кездесуге өте былай дайын боласың, сабырлы түрде. Егер сен дәл 6-да келетін болсаң, сен жиналмадың, әлі жаңағы есің түзелмеді дегендей, сөйтіп уақытыңда дұрыс үнемдемейсің, сөйтіп өзіңде сабырсыз отырасың дегендей. Сондықтан бұл мәселе өте жаңағы айтқанымдай көп жүйелі мәселе. Құрметті оқырмандар, Шыңғыс Мұқан лидерлік орталығының аясында өрбіп жатқан сұхбат YouTube каналы арқылы бестің шайы деген сұхбатты өткізіп тұрамыз. Тағы да естеріңізге сала кетейін. Неге бестің шайы? Себебі әр халықтың өзінің бір дәстүрі бар. Дәстүр деген ол мәдениетті қалыптастыратын, кез келген халықтың өзінің болмыс бітімін суреттейтін осындай бір үлкен дүниелер. Мәселен, Испанияда сиеста деген бар.
түсте адамдар тамағын ішіп алады да 2-3 сағат ұйықтап алады. Сиеста, бүкіл әлем Испанияның сиестасын біледі. Сол сияқты Қазақстанда көп өңірлерде 5-тің шайы деген бар. Неге? Себебі түскі тамақты ішеді, сосын кешкі тамаққа дейін біраз уақыт бар. Оны ағылшынша снэк дейді, орысша перекус дейді. Адамдар осы екі арада жүрек жалғап алу керек. Диетологтар да осындай кеңес беріп жатады. Сондықтан көп елді мекендерде, көп аймақтарда 5-тің шайын ішеді. Сондықтан 5-тің шайын ішіп отырыңыздар, денсаулығыңыз мықты болсын. Енді бұл сұхбаттар 5-тің шайы несімен ерекше? Біз 5-тің шайында әртүрлі бір болмайтын әңгімелер емес, көбінесе біздің мақсатымыз адамдарды адам ретінде дамыту, адами қасиеттерін дамыту, түрлі білік дағдыларды бойына сіңіру, қабілеттерін өсіру. Міне мақсатымыз. Сондықтан бүгінгі сұхбатымызға Ұлан Жармұхаметов келіп отыр. Әңгіме уақыт жөнінде болып отыр. Ұлан, тағы сұрақ жаңағы әңгімеден. Қазақты уақытын бағалатып қалай үйретеміз? Қашан қазақ кездесуге уақытында келеді? Қашан қазақ тойға уақытында барады? Қалай үйретеміз? Уақытын басқаруды, уақытын аялауды. Енді бұл өте терең философиялық тұрғыдағы да сұрақ болуы мүмкін, психология да бар, ішінде технология да бар демекші. Бұл жерде енді факторлар көп, қалай үйретеміз деген үлкен сұрақ, әрине. Бірақ ана сөз бар ғой, путь в 1000 миль начинается с первого шага деп. Яғни 1000 шақырымдық жол бірінші метрден басталады. Енді біз, мен ойлаймын, бұл қазақ халқындағы уақытқа деген көзқарасты өзгерту үшін, уақытты ұтымды пайдалануды үйрету үшін біз ағартушылық жұмыспен айналысып отырмыз. Сондықтан сіздермен бірлесіп отырып, жасағалы отырған бағдарламамыз тайм менеджмент бойынша. Мен ойлаймын, бұл қазақ халқында тайм менеджмент бойынша, уақытқа деген көзқарасты өзгерту бойынша, уақытты тиімді пайдалану бойынша бір 1000 шақырымдық жолдың ең бірінші қадамы болуы мүмкін. Сондықтан сол курсты өтіп, уақытқа деген көзқарасты ауыстырып жатса, онда тойға да келеді, ертерек келеді, 5-тің шайына да ертерек келеді, өздерінің мақсаттарын да тез орындайды деп ойлаймын. Менің білетінім, қазақ мектебін бітірдің, Қазір соңғы 3-4 жылда тек қана тренингтерді орысша өткізіп жүрсің. Демек, қазақ аудиториясында жақсы білесің, орыс аудиториясында жақсы білесің. Енді мен қазақты осындай бөлгенге өзім жаным қарсы. Орыс тілді, қазақ тілді, діндар, дінсіз, діндарлардың өзінде де мәселені бөліп жатудың түрлі жаңағы амал тәсілдері бар қазір. Оған мен қарсымын. Дегенмен, осы екі аудиторияны жақсы білетін адам ретінде кім осы қай аудитория уақытын жақсы бағалайды? Енді дөп басып айтсам, былай тәжірибе ретінде, бұл енді жеке субъективті пікірім болсын, 100% былай нақты жауап бере алмаймын, бірақ соңғы 3-4 жылда көргенім, мысалы мен қазақ тілінде де біраз ақпараттар жазып, теледидарда да қатысып көрдім. Көбінесе мына орыс тілді халық уақыт жағынан енді әлдеқайда алдыға кетіп қалған, шыны керек. Өйткені олар уақытты қалай пайдалану керек деген сұрақты қазақтардан ертерек бастаған, сол сұрақ туындаған. Адамда сұрақ ертерек туындаған сайын, ол сұрақпен ертерек айналыса бастайды. Ертерек айналыса бастаса, онда ол сол мәселені түсініп, онымен айналыса бастайды ертерек. Сол сияқты біздің қазақ халқы енді біраз кішкене артта қалып отыр, бірақ дегенмен де соңғы 2-3 жылдың ішінде, мысалы жалпы ағартушылық білім саласы болсын, ішінде адамдар түсініп жатыр. Уақытты дұрыс пайдалану керек екен ғой. Менің мақсаттарым, менің алға қойған армандарымның барлығы ол уақыт мәселесі екен. Тіпті мысалы әр адам армандайды ғой мысалы. Арман дегеніміз не? Арман мақсатқа қалай айналады десек, арманда уақыт пайда болған кезде ол мақсатқа айналады. Яғни мақсат пен арманның айырмашылығы арасында уақыттың болуы. Егер арманыңда уақыт болмаса, ол арман қиял болып қала береді. Егер арманыңда уақыт пайда болса, ол мақсатқа айналады. Сондықтан орыс тілді аудитория, олар көбінесе көп армандайды, бірақ сол арманын бізде көбінесе қазақ халқы енді армандайды да сөйтіп қоя беретіндей жағдайлар бар. Мысалы, жарайды, Құдай қаласа өзі болады деп, бірақ
Мысалы, бірақ орыс тілді халық енді сол арманымды қалай тезірек орындасам екен деген сұрақ туындаған кезде олар түсінеді, уақыт керек екен ғой деп. Сөйтіп уақытын жаңағы дедлайнын қашан сол арманын жүзеге асырса соны қояды. Соны қойған кезде олар сол мәселемен айналыса бастайды. Енді қазақ халқына келетін болсақ, бір жағынан армандауды үйретуіміз керек, екінші жағынан сол арманды мақсатқа қалай аударамыз? Уақыт арқылы. Және сол уақытты қалай ұтымды пайдаланамыз? Сол мәселе бойынша енді қазақ халқын үйретеміз, соған бейімдейміз деген ниеттемін. Уақытты бағалауға, уақытты басқаруды үйретуге қалай келдіңіз? Өзіңізде де уақытты басқаруда үлкен проблемалар болды ма? Не алып келді? Өмірімде былай есіме түсіретін болсам, екі үлкен бір жағдай болды. Біреуі жақсы жағдай, біреуі енді жақсы емес жағдай деп, нашар жағдай деп те айтса болады. Проблема десе де болады. Өйткені мына кәсіпте де, жетістікке жету жолында да сен әрдайым бір проблемаларды шешуде жүресің. Егер жақсы жағын қарастырсақ, мына 2011 жылы мен Франция еліне оқуға түскен болатынмын. Және мен негізі Қазақ ұлттық университетінің түлегімін. 3-ші курста мен Франция еліне аттандым. Сол кезде менің алдыма қойған мақсатым уақыт тұрғысынан ол бір жылдың ішінде қалай мен бакалавр деңгейіне жетсем екен деген сұрақ болды. Яғни статистикаға келетін болсақ, жалпылама орташа деңгейде кез келген адам бакалаврды жабу үшін университетте 4 жыл оқу керек. Менің алдыма қойған мақсатым сол 4 жылды бір жылға қалай ығыстырып тастасам болады. Яғни 4 жылдық жоспарымды бір жылда орындауым керек. Ол бірінші жағынан, екінші жағынан Қазақ ұлттық университетінде де оқып қалып қалуым керек. Яғни бір жылымды жоғалтып алмауым керек. Сондағы мәселе 4 жылда бакалавр Қазақ ұлттық университетінде, бір жылда Франциядағы бакалаврды жабу. Сонда екі бакалаврды деңгейін алу бойынша мақсат болды. Сол жерде мен енді бір жылдың ішінде Францияның да бакалаврын алдым, осы жерде де ұлттық университетінде бакалаврын алдым. Яғни уақытты тиімді пайдалануды сол жерде бастадым, практикалық жүзінде деп айтса болады. Сол кезде мен қатты қызықтым соған. Яғни неге кейбір студенттер бір мақсат, кез келген адам бір мақсатты біреу 4 жылда орындайды, біреу 1 жылда орындайды. Мына жерде Паркинсон заңдылығы деген бар. Паркинсон заңдылығы бойынша сен шаруаңа қанша уақытты алдын ала жоспарласаң, ол тура сол уақыт соған арнайсың. Мысалы, егер кәрі кемпір, мысалы, апа өзінің жаңағы немересіне хат жазам деп жоспар қойса, бір күн бойы жазам десе, ол бір күн бойы жазады. Бірақ егер ол 1 сағатта жазам десе, ол 1 сағатта жазады. Сондай психологиялық феномен бар екен. Сондықтан бұл жерде де солай. Егер сен мақсатыңа 1 жылда жетем десең, онда 1 жылда жетуіңе болады. 5 жылда жетем десең, 5 жылда жетуіңе болады. Оның барлығы уақытқа байланысты. Және әрине сол уақыт аралығындағы өзіңнің назарыңды, энергияңды қалай қолданасың. Бұл бірінші нәрсе, қалай келдім деген сұраққа жауап. Екіншісі, ол енді өкінішке орай әрбір адамның өмірінде көптеген келеңсіз жайттар қалыптасады. 2016-2017 жылдары мен мына кәсіппен айналысқаннан кейін, кәсіп деген тұрақсыз нәрсе ғой енді. Ішінде өте тәжірибе, жаңағы тәуекелге бет бұрып, $100,000 астам үлкен бір қарызға кетіп қалған болатын. Сол кездегі мақсатым ала қойған жаңағы проблеманы шешу керек қой, былай қараған кезде. Халық звондайды, қаржы қайда, анау қайда, мынандай қайда деп, оның жасыратында ешқандай несі жоқ. Әр адамның өмірінде болатын нәрсе. Сондықтан бұл жерде мен жаңағы уақытты, өз-өзімді тиімді, ұтымды қолданудың арқасында бір жылдың ішінде сол қаржыдан құтылып, өз бизнесімді аман алып қалып, өйстіп жаңағы коучинг болсын, онлайн курстар болсын, сонымен әрмен қарай алып жүрдім. Мен ойлаймын, ол бір жағынан енді тайм-менеджменттің арқасы, тиімді жасаудың арқасы. Өйткені егер мен өз алдыма жаңағы ойлаған кезде, ойбай ондай ақшаны мен 5-6-10 жылда қайтаратын шығармын десе, 5-6-10 жыл солай жүре беруім де мүмкін еді. Бірақ Құдайға шүкір, бір жылдың ішінде, 12 айдың ішінде сондай қомақты қаржыны қайтарып үлгердім. Яғни бір жағынан жақсы жаңалық бар, жақсы тәжірибе бар, екінші жағынан осындай келеңсіз жайттардан сен біраз нәрсені үйреніп қаласың. Яғни уақытты қалай үнемді пайдалану керек, жалпы мақсат бойынша, жоспар бойынша, жалпы өзіңнің өмірлік миссияң жайында көптеген сұрақтарға жауап іздей бастайсың сол кезде. Сондықтан сол екі үлкен өмірінде болған жағдай тайм-менеджменттің орнын енді түбегейлі үлкен бір дәрежеге жеткізді деп ойлаймын. Бәрекелді. Оқырмандарға 3 кеңес, қысқа нұсқа болсын. Тайм-менеджменттің принциптерін ұстану үшін не істеу керек? Бірінші осыны, екінші осыны, үшінші осыны дейтіндей. Тайм-менеджменттегі бірінші принцип ол ешқашанда ойыңызды, жоспарыңызды, мақсатыңызды басыңызда сақтамаңыз. Өйткені мен айтып өткенімдей,
сіз көрмейтін нәрсені басқара алмайсыз. Кез келген ойыңызды қағаз бетіне түсірсеңіз, оның орындалу мүмкіндігі 3 есе ұлғаяды. Сондықтан жоспарыңызды қағаз бетіне түсіріңіз. Екіншіден, өз-өзіңізге есеп беріңіз. Яғни менің уақытым дәл қазір қайда кетіп бара жатыр. Ол үшін сіз кесте арнауыңызға болады, яғни әр жарты сағат сайын телефоныңызда будильникті қойып, әр жарты сағат сайын мен қазір немен айналысып отырмын деп түртіп отырсаңыз, бір аптаның ішінде сіз рентген аласыз. Яғни өз уақытыңызды қазір неге жұмсап жатырсыз деген сұраққа жауап табасыз. Сол кезде сіз уақытқа деген көзқарасыңызды өзгертесіз. Және үшіншісі, міндетті түрде кез келген жетістікке жеткен адам және тиімділігін арттыратын адамда мақсат бар. Мақсаты жоқ адам қолындағы автомат ұстаған маймылға ұқсайды. Яғни ол көзі қай жерге тиеді, сол жерге оғын ата береді. Кейіннен соңында оқтың барлығы бітіп, адам немен айналысқанын ұмытып қалады. Сондықтан кез келген істі бастамас бұрын алдыңызға нақты қандай мақсатқа жетуім керек және оны қалай түсінем, оған жеткенімді қалай түсінем деген сұраққа жауап беріңіз. Сол кезде сіздің алдағы уақытта бір айдың ішінде жеке тиімділігіңіз кем деген кезде 2-3 есе ұлғаюы мүмкін. Көп рахмет, Ұлан. Сізге рахмет. Шыңғыс Мұқан лидерлік орталығының бас тайм-менеджері Ұлан. Көп рахмет, осындай әдемі келелі сұхбат бергеніңізге. Оқырмандардың есіне тағы сала өтеміз. Бестің шайы деген сұхбат, бұл жерден көптеген өзіңізді дамыту, әлеуетіңізді арттыру, мақсатыңызға жету, өмірде адам болу сияқты көптеген сұрақтарға жауап аласыз. Айына 1-2 рет осылай беріп тұрамыз. Күтіңіздер, келесі сұхбатта керемет болады. Одан да алатындарыңыз көп болатынына сенімім мол. Ұлан, көп рахмет сізге. Уақытымызды бағалайық, тиімді басқарайық.